экологиялық заңнамасына сәйкес интегра конструкцион кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дарбаза Өзбекстан мен мемлекеттік шекара темір жол желісінің құрылысында пайдаланылатын Түркістан облысының Сарыағаш және Келес аудандарында орналасқан 3 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдардың мүдделі қоғамдық ұйымдардың, жергілікті тұрғындардың, сіздердің қатысуларыңызбен өткізіледі. Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймыз. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларын 22-ші тармағына сәйкес залда аудиожазба, бейнежазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төрағаның қатысушыны таңдау қажет. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы ретінде жергілікті атқарушы орган өкілінің кандидатурасы өзімді ұсынамын, Албай Павлов Еркінұлы. Және де қатысушы ретінде Асқар Күсінбек ағамызды ұсынамыз. Қолдайсыздар ғой, кетесіздер ме? Және де мынау қоғамдық тыңдауды қазақ тілінде өткізуді ұсынамын. Қасымдайсыздар ме? Күн тәртібіндегі күн тәртібін қабылдауға рұқсат етсеңіздер, қоршаған ортаны қорғау бөлімінің әзірлеушінің Дарбаза Өзбекстан мемлекеттік шекара темір жол желісінің құрылысында пайдаланылатын Түркістан облысының Сарыағаш және Келес аудандарында орналасқан 3 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша баяндамасы. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу 10 минут. Келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы 5 минут. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 10 минут. Баяндамаларды талқылау 10 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Ұсынылатын регламент бойынша 10 минут. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 5 минут. Сіздің назарларыңызға баяндаманы тыңдау ұсынылады. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің есімім Қалибек Мағжан Саматайұлы. Мен жобалаушы ретінде келіп отырмын. Бұл жобаның тапсырыс Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобаны әзірлеген жетісу жер қойнауы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мен осы жетісу жер қойнауында жетекші инженер-геолог ретінде жұмыс атқарамын. Бұл жобаны жаңа айтып кеткен жобаның тақырыбы Дарбаза Өзбекстан мемлекеттік шекара темір жол желісінің құрылысында пайдаланылатын Түркістан облысының Сарыағаш ауданында 2 участок және Келес ауданында 1 участок орналасқан осы 3 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары. Осы жобадағы 3 участок Интегра Construction кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бекіткен техникалық тапсырыс негізінде әзірленген. Орналасқан жері бұл үшеуді топырақ учаскесі Сарыағаш және Келес аудандарында жобаланатын темір жолға тікелей жақын жерде орналасқан. Яғни ол Дарбаза мен Өзбекстан мемлекеттік шекараның 7 және де 17 километр қашықтықта. Осы жердегі 10А учаскесіне ең жақын орналасқан осы Бірлік ауылы. Бұл Бірлік ауылынан 5,9 шақырым жерде орналасқан. Осы жобадағы 3 кен орнының жалпы ауданы 48,194 гектарды құрайды. Учаскелерді игеру мерзімі 2 жыл болып табылады. Тау-кен геологиялық жағдайларына сәйкес бұл таяз карьерлер болып табылады, яғни максималды тереңдігі 5,76 метрге дейін барады. Барланған қорларды игеру осы 2025 жылдан бастап жоспарланған. Жалпы жылдық максималды өндіру көлемі 1,880,000 метр кубті құрайды. Осы айтып кеткендей жаңағы тау-кен геологиялық жағдайларының оңай болуына байланысты таяз карьерлері болғандықтан бұл ашық әдіспен өндірілетін болады. Яғни ашық әдіс дегеніміз ол экскаватормен қазып, жаңағы КАМАЗдарға тиеп, сонымен тасатын болады. Бұл жерде
өндіру жұмыстарын бастамас бұрын ең алдымен топырақтың өсімдік қабаты болады. Соны Т-130 бульдозерімен күреп, оны карьердің жан-жағына, бұрыттарына үйіп қоятын болады. Бұл үш участокте топырақтың өсімдік қабаты 97.188 метр кубты құрайды. Оның қалыңдығы 0,2 метр, яғни 20 сантиметрдей өсімдік қабаты болады. Оны кейін рекультивациялау жұмыстарына қолданылатын болады. Өсімдік қабатын ашқаннан кейін өндіру жұмыстары басталады. Жаңа айтып кеткен экскаватормен қазып, КАМАЗға кеп, темір жол учаскесіне таситын болады. Жаңа айтып кеткен тереңдігі 5-7 метр, ең максималды тереңдігі. Бұл жерде өндіру жұмыстары аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының жер қойнауын және жер қойнауын пайдалану кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдаланушы 8 айдың ішінде рекультивациялау жұмыстарын жасайды. Рекультивациялау жұмыстары екі кезеңнен тұрады. Біріншісі ол техникалық рекультивациялау. Ол қазған кезде карьердің білесіздер жан-жағы тік болады. Соған жан-жануардың техника адам құлап кетпес үшін оны бульдозермен тегістеп 10 градусқа дейін тегістейді. Соны техникалық рекультивациялау деп айтады. Оны 10 градусқа дейін тегістеп болғаннан кейін барлық жағын жаңағы айтып кеткен топырақтың өсімдік қабатын қайтадан сол жерге жайып, ол жерге қайтадан сол жергілікті өсімдік шығатын қалпына келтіреді өсімдік қабатын. Егер де ол жерге өсімдік қабаты қайтадан ештеңе шықпай қалса, жергілікті өсімдік шықпай қалса, жобада ол жерге биологиялық рекультивациялау жасалады. Ол осы рекультивациялаудың екінші кезеңі. Биологиялық рекультивациялау кезінде осы жергілікті жердің климатына қатысты жағымды житняк өсімдігін отырғызу жоспарланған. Бұл жерде табиғатқа кері әсерін тигізетін екі нәрсе бар. Оның біріншісі қатты тұрмыстық қалдықтар болса, екіншісі өндіру жұмыстары кезінде шаңдату жұмыстары болып табылады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды аузы бекітетін темір контейнерға жинап, оны кейін қоқыс шығаратын мекемелермен келісімшартқа отырып, сол қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаратын болады. Ал шаңдату жұмыстарын КАМАЗ автокөлігі базасында су бүрку машиналары су шашып, шаңды басып отыратын болады. Бұл жерде жер қойнауын пайдаланушы рұқсат ретінде алып отыр өндіру жұмыстарын. Бұл жерде карьерлерден алынған топырақтың барлығы темір жолға арналады. Артып қалса, сол жерде қалады. Бұл жерде сатпайды, лицензия емес, бұл коммерция емес. Және де осы карьерлерге алынған жайылым ретінде алынған жерлер осы рекультивациялау жұмыстарынан кейін қайтадан жайылым ретінде қайтарылатын болады, қалпына келтіріп. Менің баяндамам аяқталды. Сұрақ қойсаңыздар. Мына жерде орналасқан жерді көрсетіп, осы үш участок 10А, 1Б, 1АР. Міне 10А учаскесі 10А учаскесі 9,61 гектарды құрайды. Мына жерде көрінеді екен. Касмасының көбі. Мына участок 10А учаскесі. Рекультивациялау жұмыстары қайта қалпына келтірілді. Сұрақтарыңыз болса? Есім Темір Осауылдың тұрғыны. Өткел жөнінде. Енді бұл жерде ағасы өткел жайлы әңгімемен келіп отқан жоқ қой, бұл кісі карьера жайлы сұрақ. Осы сұрақты жауап алайық, бұл өткел жайлы сұрақты уже отдельно оған жауап береміз. Ауылға керек тұрғындар өткел. Мынау карьерді қазір бізде, мысалға мен заказчикпін, өзім айтып қояйын. Ассалаумағалейкум.
Есім Мұхтар. Мен бірінші рет келіп отырған жоқ, уже екінші рет маған сізбен кездесіп отырмын. Мен заказчик жағынан, КТЖ жағынан. Ол енді өткелдің вопросын бір қоя, оған өзім жауап берейін. Бұл кісілердің қатысы жоқ та өткелге. Бұл кісілердің қатысы жоқ. Оны сосын жауап берейін. Хорошо, қазір мынау не түсіріп жатыр ғой. Поэтому бұл кісілердің сұрағына сіздердің сұрақтарыңыз бар болса сұрақ қойыңыздар. Жоқ болса бір ауыздан соны қолдаймыз деп айтсаңыздар, біздер соны қазір қолдап, сіздердің қолдарыңызды қойдап, сөйтіп бітіріп тастайық осыны. Алдын оққан топақ бойынша ғана Оның бәрі сұрап отыр ғой. Оған сұрақ жоқ па? Қарсы емессіздер ғой да? Осы монологиясын төрайыммен сұрағым. Мынау қой жол адам таситын жол ма, жоқ кәдімгідей тас бірдеңелер таси ма оған? Біз мінеміз деп қуанып жатырмыз да біздер. Не істедіңіздер? Апай жаңағы карьерді бітіріп алайықшы. Қуанышымызға сыймай, мына жалғыз мен емес, халық үшін айтып отырмын. Сол енді анау былай жүрген Иә, қазір мен сіздерге айтып ғой. Бұда бір ауылымыздың Апай, мынау түсіріп жатыр да, бұл жерде карьер жайлы болып жатыр. Мен сіздерге тағы қазір басқа сұрақ қоймаңыздаршы, қазір жазылып тұрады. Карьер жайлы қазір осы жауап тастайық, содан кейін ол сұрақтарды мен жауап беремін. карьераға ешқандай сұрағым жоқ мен. Бізге жазар біткеннен кейін ол басқа сұрақ. Қазба жұмыстары жайлы сұрап жатыр ғой. Онда сұрақ болмаса қорытындылап жіберіңіз. Қазіргі жиналған нәтижесі бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып қоғамдық талқылаулардың хаттамасымен рәсімделеді. Осы тыңдауларда айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ тыңдаулар өткізілгеннен кейін Түркістан облысының табиғи ресурстары және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің интернет ресурстарында 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларында көзделген мерзімде хаттамада көрсетілетін болады. Егер осы жаңағы карьерлер бойынша сұрақтарыңыз жоқ болса, егер барлықтарыңыз рұқсат етсеңіздер, жиынды аяқтасақ. Сұрақтарыңыз жоқ па? Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Қоғамдық тыңдау аяқталды.